Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай күріш езіліп кетпейтін және де палауға арналған дәмдеуіштің көмегінсіз-ақ осылай сарғыш қылып жасап үйренетін боламыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай ең алдымен пиязымызды турап аламыз. Оған дейін отқа қазанымызды астын қатты отқа қойып қоятын боламыз. Мінекей, бірінші пиязымызды турап болдық. Екінші пиязымызды турап алдық. Мінекей, қазанымызда қызып қалды. Енді оған сұйық майымызды құямыз. Міндетті түрде қазанымыздың іші құрғақ болу керек. Одан кейін пиязымызды саламыз. Одан кейін сәбіздерімізді турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп турасаңыздар да болады. Осылайынан ұзын-ұзын етіп турайтын боламыз. Қатты жұқа да, қатты қалың да қылып жібермейміз. Мінекей, сәбізімізді турап болдық. Пиязымызды осылай араластырып тұрамыз. Пиязымыздың түсі қоңыр түс болғанша. Мінекей, қызарды. Енді оған етімізді саламыз. Тағы да қызартатын боламыз. Сарғыш палауымыздың ерекшелігі осы пиязының көптігінен және де пиязымызды қоңыр түс болғанша қызартып пісіргеннен палауымыздың түсі сарғыш түс болатын болады. Егер де қаттырақ пиязымыз күйіп кететін болса, палауымыздың түсі қатты қоңыр түс болып кетеді. Сондықтан пиязымыздың қызарғанына қарап тұрыңыздар. Одан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді көп пісіріп қоймаймыз. Тек қана 1-2 минут қана. Одан соң су қосамыз. Су ыстық болғаны дұрыс. Және де суды қаншалықты қосқандарыңызды өлшеп алыңыздар. Себебі қазір күріш қосатын кезімізде қанша су қосқанымыз керек болады. Енді дәміне қарай дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұз, қарабұрыш, зира сияқты дәмдеуіштерімізді қосамыз. Көргендеріңіздей палауға арналған дәмдеуіш қосқан жоқпыз. Себебі қазір өзі сарғыш болып пісетін болады. Қазанымыздың бетін жауып, баяу отта 1 сағаттай қайнататын боламыз. Жаңа қанша су қостық, сонша су мөлшерінде күрішімізді тура сондай қылып алып, күрішімізді жуамыз. Міндетті түрде салқын суға жуамыз. Бірнеше рет суымыз түсі ағарғанша қайта жуа береміз. Одан соң ыстық суымызды қойып қоямыз. Сонда күрішіміз жібіп әдемі болып тұрады. Мінекей, етіміз де пісті. 1 сағаттай қайнаттық. Енді астын қатты қойып қоямыз. Қатты отқа. Одан кейін күрішімізді саламыз. Міндетті түрде қатты отқа қойып қоямыз. Одан соң осылай тегістеп шығамыз күрішіміздің бетін. Осылай қатты отта біраз пісіретін боламыз. Суы тартылғанша. Мінекей, суы тартылды. Енді ортасына жинайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жинаймыз. Сосын осылай орталарын тесіп шығатын боламыз. Одан соң бетіне пакет қойып қоямыз. Сонда өзінің буына өзі әдемі болып пісетін болады. Қазанымыздың бетін мүлдем ашпаймыз. 15-20 минут өткен соң ғана ашып көруге болады. Баяу отта 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, палауымыз пісіп шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай езілмеген, жабысып қалмаған. Осылай араластырып жібереміз. Астынан үстіне қарай қатты араластырудың да керегі жоқ. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, подписаться етіп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын.